Маған әлеуметтік желіде ең көп сұрақ қоятындардың бірі мынандай: Ардақ аға, мен сондай бір үлкен күнә жасадым, Алла мені кешірмейді. Не істесем болады? Сонда қандай күнә деп сұрайсың ғой. Шын мәнінде кейде жаға ұстарлық күнәлар болады. Мынандай күнә, анандай күнә деген кезде таң қалатындай бір күнәлар болады. Бірақ мен айтам, Аллах барлығын кешіруші. Бір нәрсе түсініңіздер ағайын, ол менің сөзім емес, ол Алла тағаланың және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзі. Мына адам бүкіл күнәні жасайды ғой өмір бойы, өмір бойы. Ең соңғы амалымен есептеледі, осыны түсініңіздерші. Ең соңғы амал. Қандай күнә жасасаң да, ең басы тәубе ету, Аллаға қайту, Алладан кешірім сұрау, шын тәубе ету. Ол адам өлтіруі мүмкін, ол зинақорлық жасауы мүмкін, ол зорлық-зомбылық жасауы мүмкін, ол ұрлық жасауы мүмкін, ол адам өлтіруі мүмкін, ол арақ ішуі мүмкін, ол анаша мен меф қабылдауы мүмкін. Жүргіш әйелдер бар, жүргіш еркектер бар. Күнәлар көп. Біреуі көгілдір болуы мүмкін. Ол үлкен күнәлар. Ол Алла тағала кешірмейтін сияқты күнәлар болып есептеледі біреуге. Бірақ шын мәнінде Алла тағала бүкіл күнәларды кешіреді ағайын. Артыңыздан қаншама күнә көп болса, сен шынайы Аллаға тәубе етсең, жаңа ғана туылған баладай пәк болатыныңа ешбір күмән жоқ. Шайтан ғой адастыратын. Шайтан сіздерді уәсуәстайды. Сен Аллах кешірмейді. Ой, сен бітті, сен біткен адамсың. Бітті, сен уже адам емессің, надансың, сен тозаққа, однозначно сен тозаққа түсесің деген сияқты шайтан неше түрлі осындай күмәнді нәрселер енгізеді сіздің басыңызға. Адам арқылы да келеді. Ой, сен Аллах кешірмейді дей салады. Аллах бүкіл күнәларды кешіреді. Шын мәнінде тәубе етсең, бағана жоғарыда айтып кеткен қаншама күнәларды айттым ғой, соның барлығын Алла кешіреді, шын тәубе етсең. Алла тағала соңғы амалымен есептейді. Қаншама адамдар бар күнәһарлар, соңында жақсы амалға көшіп, ең соңында керемет адам болып шыға келді. Алла субханала тағала Құранда не дейді? Алладан күдер үзбеңдер, шын мәнінде мен кешірімдімін дейді. Менің кешірімім үнемі өзімнің азабымнан, азап беретін қасиетімнен алда жүреді дейді. Аллах кешіруші. Қаншама біз мысалдар білеміз. Біреуі сектаға кіріп кеткен, немесе біреулері сайтанның сондай бір сектасына кіріп, басына мүй жасап алып, наколка неше түрі іліп алған. Ойбай, мына адам еш уақытта тәубе етпейді, осы тозаққа түседі деп ойлайсың, бір қарасаң умрада жүреді. Біреу өмір бойы алқаш болып, немесе лудаман болып жүреді, бір қарасаң намаз оқып жүр жұмаға келіп. Адам өзгеріп кетеді. Мынандай мысал айтайын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ең ұлы сахабасы болған Омар радиаллаху анху. Сонда адамдар, Омар ол кезде кәпір болған кезде адамдар айтатын, Омардың астындағы есегі иман келтіру мүмкін, бірақ Омар келтірмейді деді. Омар келтірді иманды. Алла бүкіл күнәларын кешірді. Жәннатқа екінші адам болып кіреді Абу Бәкірден кейін. Ойлаңыздар. Менен кейін пайғамбар болса Омар болатын еді деді. Бірақ иман келтірмейді Омар деген адам осындай бір сыртқы сипатына қарап осылай деп ойлаған. Бірақ Аллах тағала кешір. Неге? Өйткені адам шын тәубе ету керек. Күнә жасадың ба, тәубе ет. Күнә жасадың ба, тәубе ет. Күнә жасадың ба, тағы тәубе ет. Аллах кешіруші. Аллах мейірімді. Алладан үміт үзбеңдер. Үмітсіз шайтан ағайын.